Баршаңызға сәлем. Бүгін мен осындай керемет сүзбеден дайындалатын печенье әзірледім. Бұның құрамы да өте қарапайым. Яғни ол үшін бізге 200 грамм бөлме температурасында еріп тұрған сары май қажет болады. Және дәл осы көлемде, яғни 200 грамм сүзбе қажет болады. Мұндағы ескеретін жағдай, біздің сүзбеміз қышқылтым емес, барынша тұщы болғанын қадағалаңыздар. Достар, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Сондай-ақ әркімнің қалауы бойынша шекер, және де шым-шым тұз, және де қопсытқыш қосуымыз қажет болады. Сондай-ақ мен ванилин қосқанды жақсы көрем, өйткені ванилин біздің печеньеміздің иісін өте керемет етеді. Сондықтан ванилин қоссаңыздар да болады. Енді осы қоспалардың барлығын жақсылап араластырамыз. Майды кішкене әбден ерігенше барлығы толық араласу қажет. Содан кейін барып аз-аздан ұнды қоса отырып, жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұнды бірдестен қосып жібермеңіздер. Жай-жаймен аз-аздан бірінші қасықпен араластырып, одан кейін қолдың көмегімен әдемелеп қамыр илейтін боламыз. Қолдың көмегімен илеген кезде бізге қаншалықты ұнның қажет екендігін білуімізге өте септігін тигізеді. Мінекей осындай жұмсақ қамыр иленді. Енді бетін жауып, салқын жерге біраз уақытқа қойып қоямыз. Енді арасына салатын салмасына кез келген дәнекті қолдануға болады. Яғни жаңғақты немесе жаңағы түрлі дәндерді қолдануға болады. Мен жер жаңғақты майдалап алдым. Одан кейін оған шекерді жақсылап араластырып дайындап қойдым. Енді жаңағы тұндырып қойған салқын жердегі қамырымызды алып, әдемелеп қамырды жаятын боламыз. Біздің қамырдың көлемі тым қалың немесе тым жұқа болмайды. Яғни орташа көлемде етіп, қамырымызды жайып алатын боламыз. Ұнның көмегі өте көп қажет етпейді. Мінекей жайып алғаннан кейін жаңағы дайындап қойған салмамызды ортасына әдемелеп салатын боламыз. Салманы толық салып болғаннан кейін шет-шетінен осылай жайлап, қайырып, домалақтап, печеньенің қалпына келтіре бастаймыз. Арасы тым биік болып піспей қалмас үшін осылай екі жағынан орасаңыздар болады. Мінекей мен осылай екі жақтан орап, әдемелеп, енді осы екі бөлікке бөлетін боламыз. Осылай кесіп алдым. Яғни бізде екі бөліктегі дайын болды. Енді осыларды өз қалауымызша жаңағы әртүрлі формаға салып кесуімізге болады. Мінекей мен көріп тұрғандарыңыздай осылай қиғаштап кесіп, печеньенің формасына келтіріп алдым. Міне кескен кезде арасын алып қарасаңыздар болады. Осылай өте қатпарлы болып келеді. Және де пешімізді қыздырып қойып, ыдысымызға жаңағы кесіп дайындап қойған печеньеларымызды әдемелеп орналастыратын боламыз. Мінекей барлығын орналастырып, жақсылап әрқайсысын өзінің формасына қарай келтіріп, енді оның бетіне бір жұмыртқаны жарып, жағатын боламыз. Жұмыртқаны жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін жаңағы салып қойған дайын печеньелардың барлығын беттерін толық осылай жұмыртқамен жаңағы бетін жағып шығатын боламыз. Бұл біздің печеньеміздің өте әдемі болып пісуіне үлкен көмегін тигізеді. Мінекей дайын болды. Ыстық пешке 180 градуста пісіріп аламыз. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай керемет печенье әзір болды. Мінекей сіздерге арасын көрсетейін. Барынша қатпарлы, арасында дәнектері бар, дәмі өте керемет печенье жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.